Hazreti Omar radıyallahu anhu. Hazreti Omar radıyallahu anhu bir күні жылайды отырып алып. Қасындағылар сұрайды. Hazreti Omar'ды білесіздер, иманы қандай кәміл болған сахаба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның екінші халифасы. Hazreti Omar бір көшемен жүретін болса, иманның соншалықты күштілігінен, руханиятының соншалықты күштілігінен шайтан, ібліс екінші көшемен айналып қашады екен. Hazreti Omar бар жерде жүре алмайды. Ондай дух жоқ шайтанда. Сондай мықты болған сахаба. Жылайды бір күні отырып алып. Сосын қасындағы сахабалар, достар келіп айтады дейді. Я амирул муъминин, неге жылап отырсыз дейді. Ақиретке иман қараңыздар. Айтады, ол кезде өзі халифа, мұсылмандардың басшысы, әмірі. Егер дейді, Иракта бір есек жолда бір тас қалып кетіп, сол тасқа сүрініп, сол есек жығылатын болса, ертең Алла тағала сол есекке жолды неге тазалап қоймадың? Неге сен тасты алып тастамадың? Жолды неге тегістеп қоймадың деп менен сұрайды ғой. Мені азаптайды ғой, мені жазалайды ғой сол үшін деп қорқып жылап отырмын деген екен. Ақиретке иман. Есек, адам емес. Тағы бір оқиғада Абдурахман бин Ауф, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының бірі, жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі, ең бай сахабалардан болған Абдурахман бин Ауф. Сол кісіні бір жорықта жолда кетіп баратқан кезде Hazreti Omar радиаллаху анху Абдурахман бин Ауфты барып оятады. Жүр бүгін керуенді күзетейік дейді. Керуенді күзетейік, қарайық, басқалар демалдырайық дейді. Жаңа күзетшілерді, басқа сахабаларды. Сөйтіп жайлап түнде күзетіп жүреді. Сөйтсе керуеннің ішінде бір кішкентай бала жылайды. Жылайды, қарны ашқаннан жылап жатыр, көрініп тұр. Hazreti Omar байқайды, ол қарны ашқаннан жылап тұр. Сөйтіп баратта анасына Hazreti Omar ескертеді. Әй, Алланың күңі, ана балаңды емізсейші, жылап жатыр ғой дейді. Сөйтіп кішкентай емізетті, анау қайттан қойып қояды анасы. Сөйтіп тағы бір айналып жүрсе, Абдурахман бин Ауф екеуі айналып жүр, қарап күзетіп, керуеннің жағдайын байқап түндегі. Тағы жылап жатыр сол бала. Баратта тағы айтады. Әй, Алланың күңі, емізсейші ана баланы. Жылады ғой, басқаларды оятады. Қарны ашты ғой ана бала. Ауырады ғой ана бала. Тағы емізет, кішкентай емізетті тағы жыратып қояды. Қайтып бір уақытта үшінші рет айналып келеді, тағы жылап жатыр. Сосын баратты. Сен бір Алла тағаланың лағнетіне ұшырайтын бір сондай күң екесің ғой сен. Сен бір дұрыс емес адам екесің ғой. Неге емізбейсің деп ұрсады жаңағы әйелге. Сол кезде сенің не шаруаң бар дейді. Hazreti Omar екен білмейді ана әйел. Сен не шаруаң бар? Шаруаң болмасын, аулақ жүр дейді. Себебі Омар бізге бала туылғаннан кейін беретін жөргек пұлды баланы емшектен шығарғаннан кейін, сүттен ажыратқаннан кейін тағайындады. Содан кейін беретін қып шығарды бізге өкімді. А мен баланы емшектен шығармайтын болсам, маған ол жөргек пұлды бермейді. Сол үшін мен баланы емшектен шығарайын деп, сүттен ажыратайын деп әрекет жасап жатырмын. Сен шаруаң болмасын. Мен ана жөргек пұлды алуым керек. Мемлекеттің беретін көмегін алуым керек дейді. Бірақ Hazreti Omar екен білмейді. Келіп сөйлеп жатқан. Болса да ол перденің аржағынан сөйлеп тұр ғой. Барып оған жүзін көрсетіп сөйлеп тұрған жоқ қой. Сыртынан келіп, шатырдың сыртынан келіп айтып жатыр ғой. Оны естіген Hazreti Omar сол жерде маңдайын ұрады. Сен залым дейді. Қаншама мұсылманның балдарын өлтірдің дейді. Қаншама мұсылманның балдарын аш қалдырдың сен бұлай дейді. Қалай бұлай қателік жасадың дейді. Түнімен тәубе етіп, түнімен жылап шығады дейді Hazreti Omar. Сонымен таңертең таң намазға имамдыққа шығады. Сол кезде бірге болған сахабалар айтады. Соншалықты сол жаңағы түнде болған оқиғаның әсерінен жылағандықтан дейді. Біз таң намазында не қандай сүре оқыған, қандай аят оқыған біле алмадық, түсіне алмадық дейді. Жылап тұрып оқыды дейді. Бұл Hazreti Omардың ақиретке деген иманы, мәңгілік өмірге деген сенімі Hazreti Omардың. Содан кейін барып намаздан кейін отырып айтады екен. Я Алла, менің тәубемді қабыл еттің ба? Мен нәпсімді қуантайын ба? Жоқ, қабыл етпей өзіме тәубемді қайтарып бердің бе? Нәпсімді жұбатайын ба? Көңіл айтайын ба нәпсіме? Сенің басында қайғы тұр деп сөйтіп айтқан екен Hazreti Omar. Сондықтан
біздің ақиретке деген сеніміміз, мәңгілік өмірге деген сеніміміз кемел болу керек. Сонда біз нағыз шынайы мұсылман боламыз. Алла тағала Бақара сүресінің алғашқы 4 аятында өздеріңіз білесіздер. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ол ғайыпқа иман келтіретіндер дейді. Тақуалар кімдер? Ғайыпқа иман келтіретіндер дейді. Біздің ерекшелігіміз ғайыпқа иман келтіреміз. Алла тағаланы көрген жоқпыз біз. Алла тағаламен дидарласуды Алла тағала бізге нәсіп етсін. Бірақ көрмесек те біз ғайыпқа иман келтіреміз. Алла тағаланың бар екеніне сенеміз. Жәннатты көрген жоқпыз, бірақ жәннатқа сенеміз. Тозақты көрген жоқпыз, Алла тағала көрсетпесін. Бірақ біз тозақ бар екеніне сенеміз. Себебі сенімді алдамайтын, өтірік айтпайтын Алла тағаланың елшісі пайғамбары бізге олардың хабарын жеткізді. Сол үшін біз ғайыпқа сенеміз. Намазды оқимыз. Намазды оқу деп тұрған жоқ. Намазды Алла тағала Құранда иқаматус сала деп айтқан. Юқимус сала. Намазды тұрғызады деген. Жай ғана оқу емес, Құран секілді. Намазды біз тұрғызамыз. Намаз біздің бір жәннаттан соғып атқан бір үйіміз секілді. Намаз яқрауна сала деп айтпайды. Юқимуна сала дейді Алла тағала Құранда. Намазды біз тұрғызамыз. Намазды біз бірінің үстіне бірін қалап, үлкен бір сарай секілді жасаймыз намазды. Намазға біз солай еңбектенеміз. Біз сараң болмаймыз. Біз зекетімізді береміз. Алла тағаланың берген рызқын өзінің жолына сарп етеміз. Садақамызды береміз. Жоқ жетіп келетін болса, қолымыздан келіп тұрса, көмегімізді береміз. Сараңдық мұсылманға тән емес, тақуаларға тән емес. Олар және саған сонымен қатар сенен бұрынғы пайғамбарларға, Алланың елшілеріне келгенге иман келтіреді дейді. Құранға және басқа кітаптардың бәріне иман келтіреді. Осымен бітіреді. Олар ақиретке иманы яқин дейді. Яқин деген иман, яқин сипатындағы иман, ол бір зәредей шүбәсі, күмәні жоқ иман. 100% иман, көзімізбен көріп тұрғандай ақиретке иман келтіреміз біз. Міне, сондай біз сипатта болатын болсақ, Алла тағала айтады: «Улайка аля худан мин раббихим ва улайка хумул муфлихун». Міне, Раббыларының тарапынан тура жолдағы құлдар солар дейді. Және олар Алла тағаланың азабынан, тозақтан құтылатындар да солар дейді. Алла тағала солардың қатарынан жазуға жазсын. Алла тағала бізді екі дүниеде, екі өмірде бақытсыз етпесін. Алла тағала өзінің шынайы құлдарынан, шынайы иман келтірген, шынайы тақуалық еткен өзінің сүйікті құлдарынан етсін бізді. Алла тағала бізді адастырмасын. Алла тағала кімді адастырып қоятын болса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Кімді Алла тағала тура жолға салса, оны ешкім адастыра алмайды. Сондықтан біз тура жолды да, нығметті де, иманды да барлығын Алла тағаладан сұрауымыз керек. Барлығы Алланың құзырында. Алла разы болсын баршаңызға.